бір шара болса деді, көзі мөлдіреп. Адам ата жаппар хаққа киіктің арызын жеткізді. Тілегі заманатқа қабыл болды. Содан бастап Құданың құдіретімен киік төлдер кезде бетпақ далада шыбын-шіркейді шығартпас, суық кезде бетпақ далада шыбын-шіркейді шырсақ суық тұрады екен. Бұл Құралайдың салқыны деп аталады. Сол мезгілде қасқырдың да киікке деген тәбеті тыя алады. Құралайлар көшке ілескенше оған жақындай алмайды екен.